Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен кәріс халқының тамағы пигодидің рецептісімен бөлісетін боламын. Көп қыздардан естідім, қамыры дұрыс көтерілмей қалады деп айтып жатыр. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецептісін описанияға қалдырып кететін боламын. Алдымен қамырын елейтін боламыз. Жылы суға тұз, қант, дрожжи салып, електен өткен ұнымызды аз-аздан сала отырып, орташа қаттылықта қамыр елейтін боламыз. Жақсылап ең қандырып елеп, дайын болған қамырымыздың үстіне аздаған сұйық май қосып, тағы да жақсылап елейміз. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Енді начинкасына кірісетін боламыз. 2 сарымсақты жақсылап турап, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Қуырылып жатқанда ешқандай тұз, бұрыш қоспайсыздар. Сарымсағымыз жақсылап қуырылып жатқанда капустамызды турап, ұзыншақтап, сковородкаға онда салып, бірге қуырамыз. Осылай сарғайып, жұмсарғанша жақсылап қуырасыздар. Ендігі кезекте бізге фарш керек болады. Менде 500 грамм. Фаршымызға 2 штук чеснок, 1 қасық паприка, дәміне қарай қара бұрыш пен тұз қосасыздар. Мен соевый соус қосуды ұмытып кетіппін. 2 қасық соевый соус қосасыздар. Жаңағы қуырылып жатқан капустамызды фаршқа салып, жақсылап араластырамыз. Барлығы біріккенше араластырып, дайындап аламыз. Тестамыз осылай 1 сағаттың ішінде күшті болып көтеріледі. Міндетті түрде осылай үлкен болып көтерілу керек. Жақсылап көтерілген тестамызды аздаған ұн сеуіп, бірнеше бөліктерге бөліп аласыздар. Пигоди барлығы бірдей болу үшін әр бөлікті 85 граммнан өлшеп алдым. Оқтаудың көмегімен осылай жайып аласыздар. Тестаны қатты жұқа қылып жаймаңыздар. Начинкасын салғанда жыртылып кетеді. 1 сантиметрлік қалыңдықта жая берсеңіздер болады. Начинкамызды 1 қасықтан салып, осылай әдемі қылып өріп шығасыздар. Өріп дайындап алған пигодиларымызды майланған листқа салып, 45 минутқа пісіруге жібереміз. Тамағымыз дайын болам дегенше морковтан корейский салат жасаймыз. Менде үйде 3 штук морков қалыпты. Жақсылап теркадан өткізіп, 1 штук чеснок қосасыздар. Енді паприка қосамыз. Дәміне қарай тұз қосып, үстіне қызып тұрған майды қоясыздар. Барлығын жақсылап араластырып, пигодиіміз осылай әдемі болып көтеріліп пісті. Қалауларыңызға қарай осылай да ұсынсаңыздар болады. Мен ортасына корейский салат салып ұсындым. Ортасын пышақпен кесіп, жаңағы дайын болған салатымызды ортасына саламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі деген өте керемет болады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Бүгін сіздермен трендтегі шу пирожнini жасайтын боламыз. Қарапайым тәттілерден жалыққан болсаңыз, трендтегі шу пирожнini жасап көріңіз. Бір жегеннен барлығына бірдей ұнайтын, дәмі өте ерекше, дәмді, нәзік болып шығатын пирожни сіздің де жүрегіңізден орын алатыны сөзсіз. Ендеше бірге дайындап көрейік. Алдымен каналға тіркеліп, қолдап, лайк басып кетіңіз. Алдымен тәттімізге какелин дайындап аламыз. Бөлме температурасында тұрған сары майға қантты қосып, жақсылап біріккенше араластырып аламыз. Массамыз біріккеннен кейін үстіне ұн қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қолдың көмегімен араластыруға болмайды, қамыр қолға жабыспақ болғандықтан қасықтың көмегімен жақсылап араластырып, дайын болған қамырымызды пищевой пленкаға не болмаса пергамент қағазына жақсылап салып, біркелкі болғанша жұқалап жаямыз. Жіңішке етіп жайылғаннан кейін 1 сағатқа морозильникке саламыз. Бұл бізде қату керек, қатқаннан кейін қолданамыз. Енді тестамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге су, сүт қажет болады. Майымызды салып, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қантымызды салып, жақсылап қайнатамыз. Қайнап тұрған массамызға ұнымызды
салып, ұнды салғаннан кейін жылдам тоқтатпай араластырамыз. Қатты отта қайнатпайсыздар, орташа отта. Барлығы біркелкі масса болғанша жақсылап араластырасыздар. Дайын болған қамыр осындай болады. Ыстық тестамызды бөлек ыдысқа салып суытып аламыз. Жұмыртқамызды бөлек ыдысқа салып жақсылап араластырып дайындап қоямыз. Суыған тестамыздың үстінен жұмыртқаны аз-аздан сала отырып араластырамыз. Енді массамыз бірігу үшін миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Дайын болған тесто осындай созылмалы болу керек. Енді тестаға 4 жұмыртқа кетті. Сіздерде одан аз кетуі де мүмкін. Ол жұмыртқаның көлеміне байланысты. Тесталарыңыз осындай масса болғанша жұмыртқа саласыздар. Пирожныйларымыз арнайы бір көлемде әдемі болып шығу үшін осылай кукуруздың қалбырын қолдандым. Оны ұнға батырып, дәл осылай дөңгелек формалар келтіріп аламыз. Енді морозильникте қатып тұрған краклинімізді шығарып, дөңгелек форманың көмегімен кесіп, разу дайын болған қамырымыздың үстіне қойып шығамыз. Краклиніміз қатып, мұз болып тұрғандықтан ол тез еріп кетеді, сондықтан тез-тез қойып шығасыздар. Бірінші партиясында мен пергамент қағазын қолданбай жай ғана май жағып пісірген болатынмын. Бір-екеуі жабысып қалды. Сол себептен пергамент қағазын қолдануды кеңес берем. 160-170 градус қызып тұрған пеште 40-50 минут пісіріп аласыздар. Міне осылай әдемі болып қып-қызыл болып пісіп шығады. Керек ететін жағдай, пирожный пісіп шыққанға дейін духовканың есігін ашпаңыздар. Жақсы көтеріліп келе жатқан пирожный басылып қалады. Менде бір порциядан 24 штук пирожный шықты. Өздеріңізге ұнаған кез келген креммен ішін толтырсаңыздар болады. Бұл пирожныйға мен арнайы крем әзірледім. Рецептісі міндетті түрде описанияға қалдырып кететін боламын. Енді өте керемет, ең дәмді кремдердің бірі болып шығады. Мен бұл пирожныйдың үстінен әдемілік үшін малинаның вареньесін қолданған болатынмын. Оны қоспасаңыздар да болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында суши жасап көрсететін боламын. Запеченный роллы жасайтын боламыз. Дәмі енді керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен сушиіміздің күрішін дайындап аламыз. Күрішімізді 2-3 қайтара суы мөлдір болғанша жуып аламыз. Үстінен асырып су құйып, орташа отта қайнатып аласыздар. Күрішіміздің асты жабысып қалмас үшін міндетті түрде араластырып отырамыз. Күрішіміз дайын болам дегенше күрішке қосатын соусты дайындап аламыз. Ол үшін бізге яблочный уксус, қант, тұз керек болады. Күрішіміз жақсылап пісіп дайын болғаннан кейін, дайын болған соусымызды ыстық күрішке құйып, жақсылап араластырып, суытуға жібереміз. Енді запеченный роллымыздың шапкасын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге крабовые палочки, сыр, соевый соус. Начинкамыз сухой болып қалмас үшін 2 ас қасық майонез қосамыз. Салмамызды жақсылап араластырып, енді роллымыздың начинкасын жасайтын боламыз. Бұл үшін біз тауықтың төс етін жақсылап турап, қызып тұрған майда қуырамыз. Дәміне қарай тұз, паприка қосатын боламыз. Енді огурцымызды жақсылап жуып, ұзыншақ етіп турап аламыз. Енді сушиді орайтын арнайы ковригі болмағандықтан, сол үшін үй жағдайында пищевой пленкамен жасай берсеңіздер болады. Нориымызға күрішті, творожный сыр, огурцы, қысылап қуырып дайындап қойған тауық етін салатын боламыз. Міндетті түрде орайтын кезде қолыңыздың көмегімен қаттырақ қысып ораңыздар. Сонда начинкасы шашылмайтын болады. Нори жақсылап бір-біріне жабысу үшін нориға аздаған су сеуіп жібересіздер. Жақсылап орап, дайын болған роллымызды бірнеше бөліктерге бөліп, противенге дізіп шығамыз. Пышақтарыңыз міндетті түрде өткір болу керек, сонда шашылмай жақсы туралады. Бағана дайындап қойған начинкамызды дайын болған роллылардың үстіне қасықтың көмегімен салып шығамыз. 200 градус қызып тұрған пеште 5 минутқа салып аласыздар. Осымен роллымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен өте дәмді, ауызда еритін Орео пирогын жасаймыз. Instagram, TikTok, YouTube желілерінде көптеген просмотр жинап, көптеген қаралымдарға ие болған Орео қосып жасалатын сметаник пирогының рецептісімен бөліскім келіп тұр. Ең бастысы, қыздар, жасалу жолы оп-оңай. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тестосын дайындап аламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған сары май мен қант керек болады. Қанша граммнан қосу керектігін описанияға қалдырып кетем. Қантымыз бен майымызды жақсылап миксермен араластырып, артынан бір жұмыртқа қосамыз. Енді құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. Он мен какаоның жақсылап араластырып, бір шай қасық қопсытқыш қосамыз. Онымыз міндетті түрде електен өткен болу керек. Жаңағы дайындап қойған массамызды онымыздың үстінен салып, барлығы біріккенше жақсылап араластырып, жүп-жұмсақ қамыр дайындап аламыз.
Қамырымызды екіге бөліп, сразу формаға орналастырып аламыз. Описанияға қанша ұн қосу керектігін қалдырып кетем. Одан артық ұн қоспаңыздар, қамыры қатты болып қалады. Үлкен бөлігін астына, кішкентай бөлігімен бортиктарын жасайтын боламыз. Менің формамның диаметрі 26. Сіздер 27-28-ге жасай берсеңіздер болады. Алмамыз дайын болғанша 15-20 минутқа холодильникке қоя тұрамыз. Алмасына 20%-тен кем емес қаймақ қолданыңыздар. Қаймағымызға қантымызды қосып, 2 жұмыртқамызды саламыз. 2 ас қасық кукурузный крахмал. Кукурузный крахмалды міндетті түрде қосыңыздар. Начинкасын қатайтып ұстап тұрады. Бұл пирогтың ерекшелігі осында. Орео печеньесін қосқаннан кейін дәмі ерекше болады. Барлығын жақсылап араластырып, анағы холодильникте тұрған тестамызды алып шығып, үстіне құямыз. градус қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Бірақ әркімнің пеші әртүрлі, пештеріңізді алдымен тексеріп алыңыздар. Пирогымыз дайын болды. Пирогымызды формадан шығаруға асықпаңыздар. Бөлме температурасында 1,5-2 сағат ұстайсыздар. Аздап суығаннан кейін холодильникке тағы да 1-2 сағатқа қоя тұрыңыздар. Сонда формасынан оңай шешілетін болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Заказға да осы рецептпен жасасаңыздар болады. Пирог енді өте нәзік, дәмді болып шықты. Бір жасағаннан ұнайды деген сенімдемін. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен ең дәмді карамельді банановый пирог дайындайтын боламыз. Енді өте дәмді, бір жасағаннан ақ шығады. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін көріп, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Керек заттардың мөлшерін описанияға қалдырып кетем. Алдымен песочный тестамызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған сары майға қантты қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Ұнға қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз. Біріншіден қопсытқыш біздің қамырымызды көтереді, екіншіден жұмсақ қылады. Міндетті түрде електен өткізген ұнды қосыңыздар. Пирогтың жақсы көтеріліп пісуі ұнға да байланысты. Дайын болған массамызға 1 жұмыртқа салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Електен өткен ұнымызды аз-аздан қоса отырып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Пирогтың қамырына көп ұн қоспаңыздар. Мен 250-280 грамм ұн қостым. Одан артық қоссаңыздар, пирогтарыңыздың тестасы қатты болып қалады. Тестамыз дайын болды. Тестамызды екіге бөліп, үлкен бөлігін астына, кішкентай бөлігін пирогтың бортиктарын жасаймыз. Енді тестамызды жақсылап формаға орналастырамыз. Менің формамның диаметрі 24, сіздер 25-26 диаметрлік формаларға жасай берсеңіздер болады. Жақсылап формаға орналастырып алғаннан кейін, начинкамыз дайын болғанша холодильникке қоя тұрамыз. Салмасына майлылығы 20-25% қаймақ қолданамыз. Сапалы варенка, 2 жұмыртқа, ванилин. Начинканы қатайтып ұстап тұру үшін міндетті түрде 2 ас қасық жүгері крахмалын қосыңыздар. Менде видеода түспей қалыпты. Барлығын қосып, жақсылап қамық қалмағанша миксермен араластырамыз. Ендігі кезекте 2-3 бананды осылай орташа көлемде турап алып, тестамыздың астына осылай тізіп орналастырып аламыз. Үстінен жаңағы дайындап алған салмамызды құйып, жақсылап бетін тегістеп, қызып тұрған 160 градустық пеште жарты сағат пісіріп аламыз. Міне осылай әдемі болып, қып-қызыл болып піседі. Сразу формадан шығаруға асықпаңыздар. Пісіп шыққаннан кейін міндетті түрде бөлме температурасында толықтай суытып, 2-3 сағатқа холодильникке қоюды ұмытпаңыздар. Сонда начинкамыз да қатая түседі. Формадан шығаруға да, турағанға да оңай болады. Көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз осылай әдемі болып піседі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен ең дәмді, ең нәзік, ең жұмсақ болып шығатын балды торттың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Бұл торт шынымен де нәзік, жұмсақ, дәмді болып шығады, маған сеніңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Тортқа керек заттардың мөлшерін описанияға қалдырып кетем. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға қантты салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Енді сары май қосамыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Ерітілген немесе қатып тұрған сары майды қоспаймыз. Жақсылап араластырып, енді 2 ас қасық бал қосамыз. Негізі натуральный, яғни табиғи бал болғаны жақсы. Барлығы біріккенше араластырып, 3 ас қасық сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды қайнап тұрған суға саламыз. Яғни водяной баняға қоямыз. Қантымыз, майымыз барлығы еріп, бір консистенция болғанша араластырамыз. Массамыз осылай еру керек.
чай қасық пищевая содаға уксус қосып жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызға міндетті түрде електен өткен ұнды қосасыздар. Осы ең маңызды сәт болып табылады. Ұнды көп қоспаңыздар. Ингредиенттеріне мен 400-450 грамм ұнды белгіледім, одан артық қоспаңыздар. Одан артық ұн қоссаңыздар, коржиктарыңыз қатты болып қалады. Дайын болған тестамызды 1-2 сағат холодильникке қойып, кішкене қатқаннан кейін біраз ұн сеуіп, рулет қып созып, бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Менде торттың диаметрі 20 сантиметр. Енді әр бөлікті алып, үстелдің үстіне ұнды сеуіп, жақсылап осылай жайып алатын боламыз. Өздеріңізге ыңғайлы етіп, пергаменттің бетіне жайсаңыздар да болады. Менде пергамент болмай қалғандықтан, противенге кішкене ұн сеуіп, жабысып қалмас үшін. Енді коржиктарымызды қызып тұрған 220 градустық пешке 3-5 минутқа қызарғанша пісіріп аламыз. Енді коржиктарымыз піскеннен кейін сразу осылай формамен кесіп аламыз. Сонда ровный болып, әдемі болып шығады. Бетіндегі бортиктарымен тортты әсемдейтін боламыз. Менде 12 штук коржик шықты. Енді кремін дайындайтын боламыз. Қоюлатылған сүтпен, яғни сгущенкамен қаймақты араластырамыз. Менде 20% қаймақ. Жақсылап миксермен араластырып, менде осындай крем дайын болды. Негізі заварной креммен де жасаса жақсы болады. Міндетті түрде описанияға заварной кремнің де рецептісін қалдырып кетем. Каждый коржикқа 1,5-2 қасықтай салып отырамыз. Негізі балды тортқа өзіңіздің қалаған креміңізді жақсаңыз болады. Творожный сырмен, сливкимен де жақсы крем шығады. Міне біздің тортымыз дайын болды. Енді жаңағы артық қалған коржиктарымызбен тортымызды әсемдеп шығамыз. Ол үшін блендермен, болмаса оқтаудың көмегімен салафанға салып үгітіп аламыз. Өзіңіздің фантазияңызға қарай әсемдесеңіз болады. Міне тортымыз дайын болды. Енді 1-2 сағатқа холодильникке қойып қойсаңыздар, крем сынып дәмді болады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Қоңыраушаны басып қойсаңыз, мен салған рецепттерімді бірінші болып көре аласыздар. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен әлемдегі ең дәмді, ең тәтті, шынымен де бір жегеннен өзіне ғашық қылатын, корица қосып жасалатын ең дәмді синнабон рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Рецептісін описанияға қалдырып кетем. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге жылы сүтке қантты қосып, тұзды қосып, ертілген сары май, бір ас қасық ашытқы қосамыз. Менде құрғақ ашытқы. Қазіргі құрғақ ашытқылардың көбі жылы жерге қойып, көтерілуді қажет етпейді. Бір дана жұмыртқамызды қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Ендігі кезекте міндетті түрде електен өткен ұнды қосамыз. Електен өткізсеңіздер, қамырларыңыз жақсы көтеріледі. Ең алдымен қасықтың көмегімен, одан кейін қолыңыздың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың бетін жауып 1,5-2 сағатқа міндетті түрде жылы жерге қоямыз. Жақсылап көтерілген қамырымызды азғантай ғана ұн салып, қолыңыздың көмегімен осылай жайып аласыздар. Енді квадрат формасын беру керек. Ары қарай оқтаудың көмегімен жақсылап жайып, қамырдың қалыңдығы 1 сантиметрдей болу керек. Сармайыңызды ерітіп қоссаңыз да болады. Сияқты бөлме температурасындағы еріп тұрған сармайды қоссаңыз да болады. Синнабонымызға ең дәмді дәм беріп тұратын осы корица. Корицаны жақсылап қантпен араластырып, жаңағы дайын болған қамырымыздың үстіне барлық жеріне жеткізіп, сеуіп шығамыз. Бізде осылай болып шықты. Енді жақсылап рулет қып ораймыз. Міндетті түрде синнабонымызды қызып тұрған пешке саламыз. Қызып тұрған пеште салсаңыздар, синнабонымыз тез піседі, әрі жақсы көтеріледі. Пешімді 180 градусқа қыздырып қойдым. Енді синнабонымыз дүп-түзу болып, әдемі болып кесілу үшін үйдегі қарапайым жіптің көмегімен осылай дүп-түзу болып кесіп аламыз. Пергамент қағазының үстіне дізіп шығамыз. Пергамент қағазы болмаса, тестімізді кәдімгі маймен майлап дізсеңіздер де болады. Араларын қатты жақындатпай 1 сантиметрдей ғана алшақтатып дізіңіздер. Дайын болған синнабонымызды 5 минутқа бетін жауып көтерілуге қоясыздар. Енді 180 градуста қызып тұрған пешке 25 минутқа қоясыздар. Қазірше біз помадканы дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр мен сары май керек болады. Негізі сахарный пудра қосасыздар. Болмай жатса қант қоссаңыздар да болады. Қант ерігенше жақсылап миксермен араластырамыз. Творожный сыр болмаса қаймақпен де жасай берсеңіздер болады. Біздің помадкамыз осылай шықты. 25 минут духовкада тұрған синнабонымыз осылай әдемі болып пісіп шықты. Міндетті түрде жаңағы помадкамызды ыстық кезінде жағасыздар. Помадкамыз сініп, дәмі күшті болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Жансая.
Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан испанский чизкейктің рецептісімен бөлісемін. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз, сізге міндетті түрде ұнайды. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Чизкейктің беті осылай күйіп пісу керек, ортасы ылғалды болады. Сізге керекті ингредиенттер барлығы бөлме температурасында болу керек. Сізге қажетті заттар сүзбелі ірімшік, кілегей, кукурузный крахмал, лимон, 4 жұмыртқа және де қант керек болады. Сүзбелі ірімшікке қантты қосып, жақсылап бірнеше минут араластырамыз. Керекті заттардың мөлшерін описанияға жазып кетем. Енді крахмал қосамыз. Крахмалдың орнына ұн да қоссаңыздар болады. Бірақ оның дәмі басқаша болады. Менің кеңесім кукурузный крахмал қосқан дұрыс. Крахмалды барлық магазинде сатады. Енді оның үстіне лимонның шырынын қосамыз. 2 ас қасықтай лимон шырыны болу керек. Енді жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте 4 жұмыртқаны жақсылап вилкамен араластырып аламыз біріккенше. Енді дайын болған массаға жаңағы жұмыртқамызды аз-аздан құя отырып, жақсылап миксерлейсіздер. Бір келкі болғанға дейін жақсылап араластыру қажет. Бізде осындай масса шығады. Енді сливки құямыз. Сливкидің майлылығы 30-35% болу керек. Менде 33%-ық сливки. Сливкиді да аз-аздан құйып отырып миксерлеу керек. Егер сіздер барлығын бірақ құя салып араластырсаңыздар, дұрыс араласпай қалады. Чизкейк піскен кезде дұрыс көтерілмей қалады. Дайын болған массамызды 18 диаметрлік формаға саласыздар. Формаға құйғаннан кейін жақсылап астын ұрып, осылай қозғап жеріңіздер. Бір келкі болып беті тегістеледі. Ысып тұрған 230 градустық пешке 30 минутқа салып аласыздар. Беті осылай күйіп пісу керек. Менде осылай жақсылап көтеріліп, қызарып пісіп шықты. Дайын болған чизкейк осылай былқылдап тұрады. Формадан сразу шешпеңіздер. Бөлме температурасында 2 сағаттай суы керек. Сонда осылай басылады. Менің кеңесім сразу чизкейкті турап тастамаңыздар. Холодильникте 5-6 сағатқа тұру керек. Өз қалауларыңыз бойынша шоколад та қосып ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. 1,5-2 мың теңгеден сататын айс кофені үй жағдайында дайындап көргендеріңіз бар ма? Бәріне сәлем! Ол үшін бізге ең алдымен кофе керек. Өзіңізге ұнаған любой кофемен жасай берсеңіздер болады. Мен жасап жатқан рецептім дұрыс болмаса жаза кетіңіз. Мен мына жерде 3 в 1 мен жасап жатырмын. Кафедегідей болсын деп, супермаркеттерден осындай одноразовый стакандар сатып алып келдім. Кофемізді осындай кеңірек ыдысқа салып, 3-4 ас қасықтай ыстық су қоясыздар. Біреу 5 сахара болғандықтан кесеге құйып алып қалдым. 2 қасықтай қант салдым. Жақсылап миксермен или болмаса мен сияқты ситамен көпіртсеңіздер болады. Таңертең салафанға су құйып, осылай лед қатырып қойғам. Керегінше ледті салып, өзіңізге ұнаған мороженое қосып жесеңіз де болады, қоспасаңыз да болады. Бірақ советую, мороженемен күшті болады. Менде үйде миксер болмағандықтан ситамен араластыра салғам, бірақ көпірмей қалды. Осылай стакандарға кофемізді салып, үстінен сүт құямыз. Тоже суық болса күшті болады. Аз мөлшерде су қосып жесеңіздер де болады. Мен мына жерде 3 в 1 3 кофеден 4 стакан кофе шығарғалы жатырмын. Рецептін описанияға қалдырып кетем. Мына кофе кеше кофейнядан алған, бірақ маған қатты ұнамады. Күннің ыстығында ішетін самый лучший кофе. Видео ұнаса лайк басып комментарий қалдырып кетіңіз. Ал бізге ас болсын. Барлықтарыңызға сәлем. Дерзкий. Еті жұмсақ, кафедегідей гуйру-цомен жегіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Ең алдымен тестасын илейміз. Мына жерде 400 грамм ұнға, 1 жұмыртқа, 1 чайный ложка куркума, тұз, керегінше су қосып, средний тесто илейсіз. Керек заттарды описанияға жазып кетем. Полугорки перецімізді, пустамызды бәрін турап дайындап қоямыз. Тестамызды жарты сағатқа демалуға қоямыз. 5 минут сайын басып тұрамыз. Жақсы тыңған тестаңыз тез созылады. Кесіп, майлап, шетінен соза бересіз. Созылған тестамызды қайнап тұрған суға 1-2 рет қайнатып аласыз. Тестаңызды ешқандай да суық суға салмайсыз. Кене суығаннан кейін сұйық май араластырасыз. 1 сағаттай маринадталған етімізді қуырамыз. Жақсы маринадталған ет тез піседі. Еттің маринатын описанияға жазып кетем. 5-10 минуттай қуырамыз. Қуырылған етімізге 1,5 қасықтай соевый соус құямыз. Суыған тестамызды турап қоямыз. Қуырылған етімізге турап қойған көкөністерімізді саламыз. Көп қуырмайсыздар. Полугорки перец, капуста, пекинский, сельдерей, чесногын салып, қызыл бұрышты өзіңіздің қалауыңызша қосасыз. Ашты жегілеріңіз келсе кішкене көбірек. Тағы да соевый соус құясыз 1,5 қасықтай. Томатный паста салып,
бәрін жақсылап араластырасыз. Тұзды көп қоспайсыз. Және турап дайындап қойған тестамызды қуырамыз. Соевый соус құйып, жақсылап қуырасыз. Қуырылған тестамызға көкөністерімізді саламыз. Тамақ дайын. Тура осы рецептпен жасасаңыз, өте дәмді лағман шығады. Қолдап лайк басып тіркеліп кетіңіз. Сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында оңай әрі дәмді бризоль жасайтын боламыз. Алдымен маған тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Жасап көріңіз, өте дәмді болады. Артылған етке пияз, тұзды қосып, осылай жақсылап араластырасыз. Фаршын азайтып, аз мөлшерде жасасаңыз болады. Осылай дайындап аласыз. Бір ыдысқа жұмыртқамызды жарып, осылай бір консистенция болғанша араластырасыз. Қызып тұрған табаға бірінші сұйық майды жағып аласыздар. Сүйтемізді екі жағын аунатып 10-12 минут блинчик қып пісіріп аламыз. Орташа отта пісіресіздер, а то ортасы піспей қалады. Мен көп мөлшерде жасап жатырмын, сіздер аз мөлшерде жасасаңыздар болады. Гарниріне кез келген гарнир түрі бола береді. Бұл жерде менде пюре болды. Ортасына майонез кетчупты жағып, начинка салсаңыз да болады. Морковь по-корейски қосып жатырмын ортасына. Начинкамызды салып, осылай жақсылап орап шығамыз. Орап шыққаннан кейін өзіңіздің қалаған гарниріңізді салып, осылай мен сияқты кетчуп майонезбен әсемдесеңіз болады. Тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Келесі жолы қандай тамақ жасайын? Барлықтарыңызға сәлем. Өте оңай әрі тез жасалатын хэтчнейдің рецептісімен бөліскім келіп тұр. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бізге керек айран, 1 жұмыртқа, 250 грамм айраннан 6 штук хэтчней шығады. Дәміне қарай тұз, қант қосасыз. Өз мөлшермен сұйық май құясыз. Көтеріліп жақсы пісу үшін разрыхлитель қосасыз. Жақсылап араластырамыз. Қанты, майы бәрі біріккенше венчиктің көмегімен ұн салып араластырып отырамыз. Қатты да емес, жұмсақ та емес, средний тесто елестер. Тестамыз дайын, енді оны демалуға жібереміз. 10-15 минутқа. Енді начинкасын дайындаймыз. Мен 2 түрлі начинкамен жасап жатырмын мына жерде. Пиццаға арналған сырымызды теркадан өткізіп аламыз. Оған 1 немесе 2 жұмыртқа қосасыз. Жақсылап араластырып, біріктіріп, тестамызды осылай домалақтап жайып, ортасына салып, ашылып қалмайтындай. Видеода көріп отырғандарыңыздай жан-жағын жақсылап жабасыздар. Картошкамен де жасадым. Картошканы суға пісіріп, жұмсақты қуырып қосасыздар. Табамызды қатты қыздырып аламыз. Жаңағы жайылған тесталарымызды қызып тұрған табамызға екі жағын аунатып, қызартып пісіріп аламыз. Сары май жағуды ұмытпаймыз. Сары майды көбірек жақсаңыз дәмді болады. Мені қолдап, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Хэтчней қай ұлттың тамағы білесіз бе? Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең дәмді хит пирогтардың бірі творожный пирогның рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, маған тіркеліп лайк басып кетіңіз. Қамырын жасау үшін бізге ұн, қант, жұмыртқа, бөлме температурасындағы сары май және де қопсытқыш керек болады. Алдымен сары майымызға қантты қосып, миксердің көмегімен қант ерігенше араластырамыз. Ендігі кезекте жұмыртқамызды салып, қамырымыз біріккенше жақсылап миксермен араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымызға қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз. Біріншіден қопсытқыш біздің қамырымызды көтереді әдемілеп, екіншіден жұмсақ қылады. Ұнды аз-аздан сала отырып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Міне қамырымыз дайын болды, жұп-жұмсақ болып, енді бұны формаға саламыз. Менің формамның диаметрі 24. Сіздер 25-26 диаметрлік формаға сала берсеңіздер болады. Қамырымызды екіге бөліп алып, үлкен бөлігін астына, кішкентай бөлігін пирогтың жан-жағына әдемілеп төсеп аламыз. Міне біздің формамыз дайын, енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасы дайын болғанша холодильникке сала тұрамыз. Салмасына сүзбелі ірімшік, қаймақ, қант және жұмыртқа керек болады. Сүзбелі ірімшіктің орнына творожный сыр қолдансаңыздар да дәмді болады. Миксердің көмегімен или блендердің көмегімен жақсылап езіп аласыздар. Бір жұмыртқамызды, қантымызды және де қаймағымызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Біздің салмамыз дайын. Енді жаңағы холодильникке қойып қойған формамызды шығарып, соған жақсылап салатын боламыз. Салмамызды салып болдық, енді осылай қасықпен тегістеп, осы күйінде де пісіре берсеңіздер болады. Мен бір жағынан әдемілік үшін, бір жағынан дәмді болсын деп, үйдегі бар вареньемен осылай әдемілеп қойдым.
Енді пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минут пісіріп аламыз. Дайын болған пирогты сразу формадан шығаруға асықпаңыздар. Ортасы түсіп кетеді. 1-2 сағат бөлме температурасында суытып, 2 сағат холодильникке қойып, жақсылап суығаннан кейін бірақ тураңыз. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Қызықтырып, тиктоктан қайта-қайта шыға берді мына саңырауқұлақты. Деп көргендеріңіз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Ол саңырауқұлақтың да арнайы бір өзінің аты бар екен ғой. Магазинге барғанда атын ұмытып қалсамшы, ана кісіге не керек екенін түсіндіре алмай, атын кім біледі, жаза кетсеңіздер. Бүгін қатты жегім келіп, бүгін бір арнайы уақыт тауып, алыстау жақын жердегі магазинге үшіп отырып барып келдім. Суық суға жақсылап жуып алдым. Суын жақсылап сығып, арасында сілкіп, сосын орамалға 15-20 минутқа суы кепсін деп қойып қойдым. Соусына кірістім. Сіздер қалай жасайсыздар білмеймін, мен үйдегі бар заттармен соусын жасадым. Чеснокты жақсылап майдалап, соевый соустан 2 қасық құйып жібердім. Соусы ашты болғанын қаласаңыздар, қызыл бұрыш пен паприка қоссаңыздар болады. 1 қасық томат қосып жібердім. Жарты стакандай су құйып жібердім. Жақсылап араластырып, соусымды дайындап қойдым да, жаңағы кепкен грибыларды осылай арасын ашып, қызып тұрған табаға екі жағын қызартып тұрып қуырып аласыздар. Жақсылап қызарса хрустящий болады. Тұз салуды ұмытып кетпеңіздер. Чуть-чуть тұз саласыздар. Жақсылап бәрін қызартып қуырып алғаннан кейін, жаңағы дайындап қойған соусымызды үстіне құямыз. 5 минутқа бетін жауып, кішкене қайнатып аласыздар. Гарниріне өз қалауларыңыз бойынша күрішпен ұсынсаңыздар болады. Рамионмен де күшті кетеді. Ал маған ас болсын. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында ең дәмді, әрі жұмсақ, етті бәліш жасаймыз. Мясной пирог. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бізге керек заттар 400 грамм фарш, 2 картошка, 1 жуа. Алдымен тестамызды дайындап аламыз. 100 грамм ұнға, 150 грамм сары майды салып, 1 қасық тұз, 1 қасық қопсытқыш, азыр хризель салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған тестамызға 1 жұмыртқа, 200 грамм айран қосып, жақсылап илеп, теста жасап аласыздар. 5-6 минутқа тындырып қоямыз тестамызды. Начинкамызға тұз, дәміне қарай бұрыш салып, 50 грамм салқын су құйып, паприка саламыз. Жақсылап араластырып, дайын болған тестамызды 2 бөлікке бөлеміз. Үлкен бөлігін астына, кішкентай бөлігін үстіне қоямыз. Жақсылап жайып, қатты қалың болып кетпеу керек. Листімізға пергамент қағазын төсеп, или болмаса майлап жүрсеңіздер болады. Начинкамызды салып, кішкентай бөлігін осылай жақсылап жайып аласыздар, жұқалап. Начинкасы піспай қалады деп қорықпай қойыңыздар. Пышақтың көмегімен тестамыздың бетін осылай кесеміз. Беттерін жақсылап өріп, жұмыртқаны бетіне жағып шығасыздар. Кунжут или макс сепсеңіздер де болады. 180-200 градус қызып тұрған пешке 40 минутта пісіріп аламыз. Лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен өте дәмді, ауызда еритін Орео пирогын жасаймыз. Instagram, TikTok, YouTube желілерінде көптеген просмотр жинап, көптеген қаралымдарға ие болған Орео қосып жасалатын сметаник пирогының рецептісімен бөліскім келіп тұр. Ең бастысы қыздар, жасалу жолы оп-оңай. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен тестасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған сары май мен қант керек болады. Қанша граммнан қосу керектігін описанияға қалдырып кетем. Қантымыз бен майымызды жақсылап миксермен араластырып, артынан 1 жұмыртқа қосамыз.
Енді құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. ұн мен какаоны жақсылап араластырып, бір шай қасық қопсытқыш қосамыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткен болу керек. Жаңағы дайындап қойған массамызды ұнымыздың үстінен салып, барлығы біріккенше жақсылап араластырып, жүп-жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Қамырымызды екіге бөліп, сразу формаға орналастырып аламыз. Описанияға қанша ұн қосу керектігін қалдырып кетем. Одан артық ұн қоспаңыздар, қамыры қатты болып қалады. Үлкен бөлігін астына, кішкентай бөлігімен бортиктарын жасайтын боламыз. Менің формамның диаметрі 26. Сіздер 27-28-ге жасай берсеңіздер болады. Алмамыз дайын болғанша 15-20 минутқа холодильникке қоя тұрамыз. Алмасына 20%-тен кем емес қаймақ қолданыңыздар. Қаймағымызға қантымызды қосып, 2 жұмыртқамызды саламыз. 2 ас қасық кукурузный крахмал. Кукурузный крахмалды міндетті түрде қосыңыздар. Начинкасын қатайтып ұстап тұрады. Бұл пирогтың ерекшелігі осында. Орео печеньесін қосқаннан кейін дәмі ерекше болады. Барлығын жақсылап араластырып, жаңағы холодильникте тұрған тестамызды алып шығып, үстіне құямыз. градус қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Бірақ әркімнің пеші әртүрлі, пештеріңізді алдымен тексеріп алыңыздар. Пирогымыз дайын болды. Пирогымызды формадан шығаруға асықпаңыздар. Бөлме температурасында 1,5-2 сағат ұстайсыздар. Аздап суығаннан кейін холодильникке тағы да 1-2 сағатқа қоя тұрыңыздар. Сонда формасынан оңай шешілетін болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Заказға да осы рецептпен жасасаңыздар болады. Пирог енді өте нәзік, дәмді болып шықты. Бір жасағаннан ұнайды деген сенімдемін. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бүгін сіздермен трендтегі шу пирожнini жасайтын боламыз. Қарапайым тәттілерден жалыққан болсаңыз, трендтегі шу пирожнini жасап көріңіз. Бір жегеннен барлығына бірдей ұнайтын, дәмі өте ерекше, дәмді, нәзік болып шығатын пирожни сіздің де жүрегіңізден орын алатыны сөзсіз. Ендеше бірге дайындап көрейік. Алдымен каналға тіркеліп, қолдап лайк басып кетіңіз. Алдымен тәттімізге кракелин дайындап аламыз. Бөлме температурасында тұрған сары майға қантты қосып, жақсылап біріккенше араластырып аламыз. Массамыз біріккеннен кейін үстіне ұн қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қолдың көмегімен араластыруға болмайды, қамыр қолға жабыспақ болғандықтан қасықтың көмегімен жақсылап араластырып, дайын болған қамырымызды пищевой пленкаға не болмаса пергамент қағазына жақсылап салып, біркелкі болғанша жұқалап жаямыз. Жіңішке етіп жайылғаннан кейін 1 сағатқа морозильникке саламыз. Бұл бізде қату керек, қатқаннан кейін қолданамыз. Енді тестамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге су, сүт қажет болады. Майымызды салып, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қантымызды салып, жақсылап қайнатамыз. Қайнап тұрған массамызға ұнымызды салып, ұнды салғаннан кейін жылдам тоқтатпай араластырамыз. Қатты отта қайнатпайсыздар, орташа отта. Барлығы біркелкі масса болғанша жақсылап араластырасыздар. Дайын болған қамыр осындай болады. Ыстық тестамызды бөлек ыдысқа салып, суытып аламыз. Жұмыртқамызды бөлек ыдысқа салып, жақсылап араластырып, дайындап қоямыз. Суыған тестамыздың үстінен жұмыртқаны аз-аздан сала отырып араластырамыз. Енді массамыз бірігу үшін миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Дайын болған теста осындай созылмалы болу керек. Енді тестаға 4 жұмыртқа кетті. Сіздерде одан аз кетуі де мүмкін. Ол жұмыртқаның көлеміне байланысты. Тесталарыңыз осындай масса болғанша жұмыртқа саласыздар. Пирожниларымыз арнайы бір көлемде әдемі болып шығу үшін осылай кукурузның қалбырын қолдандым. Оны ұнға батырып, дәл осылай дөңгелек формалар келтіріп аламыз. Енді морозильникте қатып тұрған кракелинімізді шығарып, дөңгелек форманың көмегімен кесіп, сразу дайын болған қамырымыздың үстіне қойып шығамыз. Кракелиніміз қатып, мұз болып тұрғандықтан ол тез еріп кетеді, сондықтан тез-тез қойып шығасыздар. Бірінші партиясында мен пергамент қағазын қолданбай жай ғана май жағып пісірген болатынмын. Бір-екеуі жабысып қалды. Сол себептен пергамент қағазын қолдануды кеңес берем. 160-170 градус қызып тұрған пеште 40-50 минут пісіріп аласыздар. Міне осылай әдемі болып қып-қызыл болып пісіп шығады. Керек ететін жағдай, пирожный пісіп шыққанға дейін духовканың есігін ашпаңыздар. Жақсы көтеріліп келе жатқан пирожный басылып қалады. Менде бір порциядан 24 штук пирожный шықты. Өздеріңізге ұнаған кез келген креммен ішін толтырсаңыздар болады. Бұл пирожныйға мен арнайы крем әзірледім. Рецептісін міндетті түрде описанияға қалдырып кететін боламын. Енді өте керемет, ең дәмді кремдердің бірі болып шығады. Мен бұл пирожныйдың үстінен әдемілік үшін малинаның вареньесін қолданған болатынмын. Оны қоспасаңыздар да болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін.
Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен ең дәмді, ең нәзік, ең жұмсақ болып шығатын балды торттың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Бұл торт шынымен де нәзік, жұмсақ, дәмді болып шығады, маған сеніңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Тортқа керек заттардың мөлшерін описанияға қалдырып кетем. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға қантты салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Енді сары май қосамыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Ерітілген немесе қатып тұрған сары майды қоспаймыз. Жақсылап араластырып, енді 2 ас қасық бал қосамыз. Негізі натуральный, яғни табиғи бал болғаны жақсы. Барлығы біріккенше араластырып, 3 ас қасық сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды қайнап тұрған суға саламыз. Яғни водяной баняға қоямыз. Қантымыз, майымыз барлығы еріп, бір консистенция болғанша араластырамыз. Массамыз осылай еру керек. Чай қасық пищевая содаға уксус қосып жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызға міндетті түрде електен өткен ұнды қосасыздар. Осы ең маңызды сәт болып табылады, ұнды көп қоспаңыздар. Ингредиенттеріне мен 400-450 грамм ұнды белгіледім, одан артық қоспаңыздар. Одан артық ұн қоссаңыздар, коржиктарыңыз қатты болып қалады. Дайын болған тестамызды 1-2 сағат холодильникке қойып, кішкене қатқаннан кейін біраз ұн сеуіп, рулет қып созып, бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Енді торттың диаметрі 20 сантиметр. Енді әр бөлікті алып, үстелдің үстіне ұнды сеуіп, жақсылап осылай жайып алатын боламыз. Өздеріңізге ыңғайлы етіп, пергаменттің бетіне жайсаңыздар да болады. Менде пергамент болмай қалғандықтан, противенге кішкене ұн сеуіп, жабысып қалмас үшін. Енді коржиктарымызды қызып тұрған 220 градустық пешке 3-5 минутқа қызарғанша пісіріп аламыз. Енді коржиктарымыз піскеннен кейін сразу осылай формамен кесіп аламыз. Сонда ровный болып, әдемі болып шығады. Бетіндегі бортиктарымен тортты әсемдейтін боламыз. Менде 12 штук коржик шықты. Енді кремін дайындайтын боламыз. Қоюлатылған сүтпен, яғни сгущенкамен қаймақты араластырамыз. Менде 20% қаймақ. Жақсылап миксермен араластырып, менде осындай крем дайын болды. Негізі заварной креммен де жасаса жақсы болады. Міндетті түрде описанияға заварной кремнің де рецептісін қалдырып кетем. Каждый коржикқа 1,5-2 қасықтай салып отырамыз. Негізі балды тортқа өзіңіздің қалаған креміңізді жақсаңыз болады. Творожный сырмен, сливкимен де жақсы крем шығады. Міне біздің тортымыз дайын болды. Енді жаңағы артық қалған коржиктарымызбен тортымызды әсемдеп шығамыз. Ол үшін блендермен, болмаса оқтаудың көмегімен салафанға салып үгітіп аламыз. Өзіңіздің фантазияңызға қарай әсемдесеңіз болады. Міне тортымыз дайын болды. Енді 1-2 сағатқа холодильникке қойып қойсаңыздар, крем сіңіп дәмді болады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Қоңыраушаны басып қойсаңыз, мен салған рецепттерімді бірінші болып көре аласыздар. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен әлемдегі ең дәмді, ең тәтті, шынымен де бір жегеннен өзіне ғашық қылатын, корица қосып жасалатын ең дәмді синнабон рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Рецептісін описанияға қалдырып кетем. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге жылы сүтке қантты қосып, тұзды қосып, ерітілген сары май, 1 ас қасық ашытқы қосамыз. Менде құрғақ ашытқы. Қазіргі құрғақ ашытқылардың көбі жылы жерге қойып көтерілуді қажет етпейді. 1 дана жұмыртқамызды қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Ендігі кезекте міндетті түрде електен өткен ұнды қосамыз. Електен өткізсеңіздер, қамырларыңыз жақсы көтеріледі. Ең алдымен қасықтың көмегімен, одан кейін қолыңыздың көмегімен жақсылап жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымыздың бетін жауып 1,5-2 сағатқа міндетті түрде жылы жерге қоямыз. Жақсылап көтерілген қамырымызды азғантай ғана ұн салып, қолыңыздың көмегімен осылай жайып аласыздар. Енді квадрат формасын беру керек. Ары қарай оқтаудың көмегімен жақсылап жайып, қамырдың қалыңдығы 1 сантиметрдей болу керек. Сары майыңызды ерітіп қоссаңыз да болады. Сияқты бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майды қоссаңыз да болады. Синнабонымызға ең дәмді дәм беріп тұратын осы корица. Корицаны жақсылап қантпен араластырып, жаңағы дайын болған қамырымыздың үстіне барлық жеріне жеткізіп,
сеуіп шығамыз. Бізде осылай болып шықты, енді жақсылап рулет қып ораймыз. Міндетті түрде синабонымызды қызып тұрған пешке саламыз. Қызып тұрған пеште салсаңыздар, синабонымыз тез піседі, әрі жақсы көтеріледі. Пешімді 180 градусқа қыздырып қойдым. Енді синабонымыз дүп-түзу болып әдемі болып кесілу үшін үйдегі қарапайым жіптің көмегімен осылай дүп-түзу болып кесіп аламыз. Пергамент қағазының үстіне дізіп шығамыз. Пергамент қағазы болмаса, листімізді кәдімгі маймен майлап дізсеңіздер де болады. Араларын қатты жақындатпай 1 сантиметрдей ғана балшақтатып дізіңіздер. Дайын болған синабонымызды 5 минутқа бетін жауып көтерілуге қоясыздар. Енді 180 градуста қызып тұрған пешке 25 минутқа қоясыздар. Қазірше біз помадканы дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр мен сары май керек болады. Негізі сахарный пудра қосасыздар. Болмай жатса қант қоссаңыздар да болады. Қант ерігенше жақсылап миксермен араластырамыз. Творожный сыр болмаса қаймақпен де жасай берсеңіздер болады. Біздің помадкамыз осылай шықты. 25 минут духовкада тұрған синабонымыз осылай әдемі болып пісіп шықты. Міндетті түрде жаңағы помадкамызды ыстық кезінде жағасыздар. Помадкамыз сіңіп, дәмі күшті болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең дәмді хит пирогтардың бірі творожный пирогтың рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, маған тіркеліп лайк басып кетіңіз. Қамырын жасау үшін бізге ұн, қант, жұмыртқа, бөлме температурасындағы сары май және де қопсытқыш керек болады. Алдымен сары майымызға қантты қосып, миксердің көмегімен қант ерігенше араластырамыз. Ендігі кезекте жұмыртқамызды салып, қамырымыз біріккенше жақсылап миксермен араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымызға қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз. Біріншіден қопсытқыш біздің қамырымызды көтереді әдемілеп, екіншіден жұмсақ қылады. Ұнды аз-аздан сала отырып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Міне қамырымыз дайын болды, жұп-жұмсақ болып, енді бұны формаға саламыз. Менің формамның диаметрі 24. Сіздер 25-26 диаметрлік формаға сала берсеңіздер болады. Қамырымызды екіге бөліп алып, үлкен бөлігін астына, кішкентай бөлігін пирогтың жан-жағына әдемілеп төсеп аламыз. Міне біздің формамыз дайын, енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасы дайын болғанша холодильникке сала тұрамыз. Салмасына сүзбелі ірімшік, қаймақ, қант және жұмыртқа керек болады. Сүзбелі ірімшіктің орнына творожный сыр қолдансаңыздар да дәмді болады. Миксердің көмегімен или блендердің көмегімен жақсылап езіп аласыздар. Бір жұмыртқамызды, қантымызды және де қаймағымызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Біздің салмамыз дайын. Енді жаңағы холодильникке қойып қойған формамызды шығарып, соған жақсылап салатын боламыз. Салмамызды салып болдық, енді осылай қасықпен тегістеп, осы күйінде де пісіре берсеңіздер болады. Мен бір жағынан әдемілік үшін, бір жағынан дәмді болсын деп, үйдегі бар вареньемен осылай әдемлеп қойдым. Енді пирогымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 30-40 минут пісіріп аламыз. Дайын болған пирогты сразу формадан шығаруға асықпаңыздар. Ортасы түсіп кетеді. 1-2 сағат бөлме температурасында суытып, 2 сағат холодильникке қойып, жақсылап суығаннан кейін бірақ тураңыз. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан испанский чизкейктің рецептісімен бөлісемін. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз, сізге міндетті түрде ұнайды. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Чизкейктің беті осылай күйіп пісу керек, ортасы ылғалды болады. Сізге керекті ингредиенттер барлығы бөлме температурасында болу керек. Сізге қажетті заттар сүзбелі ірімшік, кілегей, кукурузный крахмал, лимон, 4 жұмыртқа және де қант керек болады. Сүзбелі ірімшікке қантты қосып, жақсылап бірнеше минут араластырамыз. Керекті заттардың мөлшерін описанияға жазып кетем. Енді крахмал қосамыз. Крахмалдың орнына ұн да қоссаңыздар болады. Бірақ оның дәмі басқаша болады. Менің кеңесім кукурузный крахмал қосқан дұрыс. Крахмалды барлық магазинде сатады. Енді оның үстіне лимонның шырынын қосамыз. 2 ас қасықтай лимон шырыны болу керек. Енді жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте 4 жұмыртқаны жақсылап вилкамен араластырып аламыз біріккенше.
Енді дайын болған массаға жаңағы жұмыртқамызды аз-аздан құя отырып, жақсылап миксерлейсіздер. Бір келкі болғанға дейін жақсылап араластыру қажет. Бізде осындай масса шығады. Енді сливки құямыз. Сливкидің майлылығы 30-35% болу керек. Менде 33%-ық сливки. Сливкиді да аз-аздан құйып отырып миксерлеу керек. Егер сіздер барлығын бірақ құя салып араластырсаңыздар, дұрыс араласпай қалады. Чизкейк піскен кезде дұрыс көтерілмей қалады. Дайын болған массамызды 18 диаметрлік формаға саласыздар. Формаға құйғаннан кейін жақсылап астын ұрып, осылай қозғап жеріңіздер. Бір келкі болып беті тегістеледі. Ысып тұрған 230 градустық пешке 30 минутқа салып аласыздар. Беті осылай күйіп пісу керек. Менде осылай жақсылап көтеріліп, қызарып пісіп шықты. Дайын болған чизкейк осылай былқылдап тұрады. Формадан сразу шешпеңіздер. Бөлме температурасында 2 сағаттай суы керек. Сонда осылай басылады. Менің кеңесім сразу чизкейкті турап тастамаңыздар. Холодильникте 5-6 сағатқа тұру керек. Өз қалауларыңыз бойынша шоколад та қосып ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен ең дәмді карамельді банановый пирог дайындайтын боламыз. Енді өте дәмді бір жасағаннан ақ шығады. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін көріп, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Керек заттардың мөлшерін описанияға қалдырып кетем. Алдымен песочный тестамызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған сары майға қантты қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Ұнға қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз. Біріншіден қопсытқыш біздің қамырымызды көтереді, екіншіден жұмсақ қылады. Міндетті түрде електен өткізген ұнды қосыңыздар. Пирогтың жақсы көтеріліп пісуі ұнға да байланысты. Дайын болған массамызға бір жұмыртқа салып, жақсылап миксермен араластырып аламыз. Електен өткен ұнымызды аз-аздан қоса отырып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Пирогтың қамырына көп ұн қоспаңыздар. Мен 250-280 грамм ұн қостым. Одан артық қоссаңыздар, пирогтарыңыздың тестасы қатты болып қалады. Тестамыз дайын болды. Тестамызды екіге бөліп, үлкен бөлігін астына, кішкентай бөлігін пирогтың бортиктарын жасаймыз. Енді тестамызды жақсылап формаға орналастырамыз. Менің формамның диаметрі 24, сіздер 25-26 диаметрлік формаларға жасай берсеңіздер болады. Жақсылап формаға орналастырып алғаннан кейін, начинкамыз дайын болғанша холодильникке қоя тұрамыз. Салмасына майлылығы 20-25% қаймақ қолданамыз. Сапалы варенка, 2 жұмыртқа, ванилин. Начинканы қатайтып ұстап тұру үшін міндетті түрде 2 ас қасық жүгері крахмалын қосыңыздар. Менде видеода түспей қалыпты. Барлығын қосып, жақсылап қамық қалмағанша миксермен араластырамыз. Ендігі кезекте 2-3 бананды осылай орташа көлемде турап алып, тестамыздың астына осылай тізіп орналастырып аламыз. Үстінен жаңағы дайындап алған салмамызды құйып, жақсылап бетін тегістеп, қызып тұрған 160 градустық пеште жарты сағат пісіріп аламыз. Міне осылай әдемі болып, қып-қызыл болып піседі. Сразу формадан шығаруға асықпаңыздар. Пісіп шыққаннан кейін міндетті түрде бөлме температурасында толықтай суытып, 2-3 сағатқа холодильникке қоюды ұмытпаңыздар. Сонда начинкамыз да қатая түседі. Формадан шығаруға да, турағанға да оңай болады. Көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз осылай әдемі болып піседі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен кәріс халқының тамағы пигодидің рецептісімен бөлісетін боламын. Көп қыздардан естідім, қамыры дұрыс көтерілмей қалады деп айтып жатыр. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецептісін описанияға қалдырып кететін боламын. Алдымен қамырын илейтін боламыз. Жылы суға тұз, қант, дрожжи салып, електен өткен ұнымызды аз-аздан сала отырып, орташа қаттылықта қамыр илейтін боламыз. Жақсылап ең қандырып илеп, дайын болған қамырымыздың үстіне аздаған сұйық май қосып, тағы да жақсылап илейміз. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа көтеруге қойып қоямыз. Енді начинкасына кірісетін боламыз. 2 сарымсақты жақсылап турап, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Қуырылып жатқанда ешқандай тұз, бұрыш қоспайсыздар. Сарымсағымыз жақсылап қуырылып жатқанда капустамызды турап, ұзыншақтап, сковородкаға онда салып бірге қуырамыз. Осылай сарғайып, жұмсарғанша жақсылап қуырасыздар. Ендігі кезекте бізге фарш керек болады. Менде 500 грамм. Фаршымызға 2 штук чеснок, 1 қасық паприка, дәміне қарай қара бұрыш пен тұз қосасыздар. Мен соевый соус қосуды ұмытып кетіппін. 2 қасық соевый соус қосасыздар. Жаңағы қуырылып жатқан капустамызды фаршқа салып, жақсылап араластырамыз.
Барлығы біріккенше араластырып дайындап аламыз. Тестамыз осылай 1 сағаттың ішінде күшті болып көтеріледі. Міндетті түрде осылай үлкен болып көтерілу керек. Жақсылап көтерілген тестамызды аздаған ұн сеуіп, бірнеше бөліктерге бөліп аласыздар. Пигоди барлығы бірдей болу үшін әр бөлікті 85 граммнан өлшеп алдым. Оқтаудың көмегімен осылай жайып аласыздар. Тестаны қатты жұқа қылып жаймаңыздар. Начинкасын салғанда жыртылып кетеді. 1 сантиметрлік қалыңдықта жая берсеңіздер болады. Начинкамызды 1 қасықтан салып, осылай әдемі қылып өріп шығасыздар. Өріп дайындап алған пигодиларымызды майланған листқа салып, 45 минутқа пісіруге жібереміз. Тамағымыз дайын болам дегенше морковтан корейский салат жасаймыз. Менде үйде 3 штук морков қалыпты. Жақсылап теркадан өткізіп, 1 штук чеснок қосасыздар. Енді паприка қосамыз. Дәміне қарай тұз қосып, үстіне қызып тұрған майды қоясыздар. Барлығын жақсылап араластырып, пигодиіміз осылай әдемі болып көтеріліп пісті. Қалауларыңызға қарай осылай да ұсынсаңыздар болады. Мен ортасына корейский салат салып ұсындым. Ортасын пышақпен кесіп, жаңағы дайын болған салатымызды ортасына саламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәмі деген өте керемет болады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен өте дәмді, ауызда еритін Орео пирогын жасаймыз. Instagram, TikTok, YouTube желілерінде көптеген просмотр жинап, көптеген қаралымдарға ие болған Орео қосып жасалатын сметаник пирогының рецептісімен бөліскім келіп тұр. Ең бастысы, қыздар, жасалу жолы оп-оңай. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен тестасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған сары май мен қант керек болады. Қанша граммнан қосу керектігін описанияға қалдырып кетем. Қантымыз бен майымызды жақсылап миксермен араластырып, артынан 1 жұмыртқа қосамыз. Енді құрғақ заттарымызды дайындап аламыз. Ұн мен какаоны жақсылап араластырып, 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткен болу керек. Жаңағы дайындап қойған массамызды ұнымыздың үстінен салып, барлығы біріккенше жақсылап араластырып, жүп-жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Қамырымызды 2-ге бөліп, сразу формаға орналастырып аламыз. Описанияға қанша ұн қосу керектігін қалдырып кетем. Одан артық ұн қоспаңыздар, қамыры қатты болып қалады. Үлкен бөлігін астына, кішкентай бөлігімен бортиктарын жасайтын боламыз. Менің формамның диаметрі 26, сіздер 27-28-ге жасай берсеңіздер болады. Алмамыз дайын болғанша 15-20 минутқа холодильникке қоя тұрамыз. Алмасына 20%-тен кем емес қаймақ қолданыңыздар.
Қаймағымызға қантымызды қосып, 2 жұмыртқамызды саламыз. 2 ас қасық кукурузный крахмал. Кукурузный крахмалды міндетті түрде қосыңыздар, начинкасын қатайтып ұстап тұрады. Бұл пирогтың ерекшелігі осында. Орео печеньесін қосқаннан кейін дәмі ерекше болады. Барлығын жақсылап араластырып, жаңағы холодильникте тұрған тестамызды алып шығып, үстіне құямыз. градус қызып тұрған пеште 35-40 минут пісіріп аламыз. Бірақ әркімнің пеші әртүрлі, пештеріңізді алдымен тексеріп алыңыздар. Пирогымыз дайын болды. Пирогымызды формадан шығаруға асықпаңыздар. Бөлме температурасында 1,5-2 сағат ұстайсыздар. Аздап суығаннан кейін холодильникке тағы да 1-2 сағатқа қоя тұрыңыздар. Сонда формасынан оңай шешілетін болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Заказға да осы рецептпен жасасаңыздар болады. Пирог енді өте нәзік, дәмді болып шықты. Бір жасағаннан ұнайды деген сенімдемін. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан испанский чизкейктің рецептісімен бөлісемін. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз, сізге міндетті түрде ұнайды. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып тіркеліп кетіңіз. Чизкейктің беті осылай күйіп пісу керек, ортасы ылғалды болады. Сізге керекті ингредиенттер барлығы бөлме температурасында болу керек. Сізге қажетті заттар сүзбелі ірімшік, кілегей, кукурузный крахмал, лимон, 4 жұмыртқа және де қант керек болады. Сүзбелі ірімшікке қантты қосып, жақсылап бірнеше минут араластырамыз. Керекті заттардың мөлшерін описанияға жазып кетем. Енді крахмал қосамыз. Крахмалдың орнына ұн да қоссаңыздар болады. Бірақ оның дәмі басқаша болады. Менің кеңесім кукурузный крахмал қосқан дұрыс. Крахмалды барлық магазинде сатады. Енді оның үстіне лимонның шырынын қосамыз. 2 ас қасықтай лимон шырыны болу керек. Енді жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте 4 жұмыртқаны жақсылап вилкамен араластырып аламыз біріккенше. Енді дайын болған массаға жаңағы жұмыртқамызды аз-аздан құя отырып, жақсылап миксерлейсіздер. Бір келкі болғанға дейін жақсылап араластыру қажет. Бізде осындай масса шығады. Енді сливки құямыз. Сливкидің майлылығы 30-35% болу керек. Менде 33%-ық сливки. Сливкиді да аз-аздан құйып отырып миксерлеу керек. Егер сіздер барлығын бірақ құя салып араластырсаңыздар, дұрыс араласпай қалады. Чизкейк піскен кезде дұрыс көтерілмей қалады. Дайын болған массамызды 18 диаметрлік формаға саласыздар. Формаға құйғаннан кейін жақсылап астын ұрып, осылай қозғап жеріңіздер. Бір келкі болып беті тегістеледі. Пісіп тұрған 230 градустық пешке 30 минутқа салып аласыздар. Беті осылай күйіп пісу керек. Менде осылай жақсылап көтеріліп, қызарып пісіп шықты. Дайын болған чизкейк осылай былқылдап тұрады. Формадан сразу шешпеңіздер. Бөлме температурасында 2 сағаттай суы керек. Сонда осылай басылады. Менің кеңесім сразу чизкейкті турап тастамаңыздар. Холодильникте 5-6 сағатқа тұру керек. Өз қалауларыңыз бойынша шоколад та қосып ұсынсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз.